Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым? Сізге барлық өмірімде болған жағдайды бөліскім келіп отыр. Кімге айтарымды білмеймін. Өзіммен бірге көрге алып кетер сырларың өте көп. Айта кетерім, қате жазсам, өтір нүктесіз кеткен жерлер болса, алдын ала кешірім сұраймын. Бар ойым тек болған жағдайды жазу болып отыр. Мен 7 жасымда әкемнен айырылдым. Жалғыз сіңілім ғана бар еді. 2 қыз болып қалдық. Анам 28 жасында жесір қалды. Мен әкемнің қызы едім. 1-ші сынып оқимын. Сабағымнан келсем, үйде ворота ашық тұр екен. Топырлаған адам. Атам жылап тұр. Таңертең сабағыма шығарып салған әкемді соңғы рет көруім болған екен. Барлығы жылап тұр. Түк түсінбедім. Атам жылап, ана үйге бар деп әкемнің ағасының үйіне жіберді. Қарама қарсы тұратын. Ойда еш нәрсе жоқ, сол үйге бардым. Барсам, барлық кішкентай балалар сол үйде екен. 1988 жылғы туылған әкемнің әпкесінің қызы бар. Ол да сол үйде екен. Маған аянышты көзбен қарап, барлығына не болды десем үндемейді. Сосын әпкем, бір нәрсе айтсам жыламайсың ба, деді. Жоқ, айтыңызшы, дедім. Есімде жоқ, айттым айтпады ма, сезген шығарман. Әйтеуір көшеге жүгіріп шықтым. Шықсам, әкемнің табытын көрдім. Табытын алып кетіп бара жатыр екен. Сол уақыттан бастап мен жылауық болып өстім, кекшіл болдым. Себебі әкемнің махаббатына тоймағаным бар. Қатты сағындым. Жылы өтті. Анамды төркініне келдік. Нағашы атам көшіріп алып келді. Барлық хикая сол кезден басталды десек те болады. Әттең, кіп-кішкентай болсақ та қаншама қиыншылық көрдім. Қазірде бірін жазсам, бірін жаза алмаспын. Мен үшін өте ауыр. 23 жыл өтсе де әлі сол тағдырмен жүрмін. Нағашыларымның көрсетпегені жоқ. Нағашы ағам, нағашы әпкелерім, нағашы апам барлығы менің анамды жамандайтын. Жәлеп, анау-мынау деп, сол кезге дейін анамды қатты жақсы көргенмін. Сол жамандағаннан кейін анамды жек көріп, жақсы көрген сағынышым болып қалды. Жанымды ауыртып бастады. Қанша құшақтаса да анамды жек көріп тұрдым. Сағынышымды баса алмай арты кекке ұласты. Нағашы әпкем мен мамам екеуі бір магазинде жұмыс жасайтын. Кезекпен шығатын. Әпкем шығатын сменде кек алған түрім болып ашумен ақша ұрлайтынмын. Қазір өкінемін. Сол ақшаға қыдырып, тәттілер алып жеп 4-ші сынып оқимын. Күні бойы көшеде жүретінмін. Түнге қаншада келетінім есімде жоқ. Ешкім іздемейді. Солай жүріп, мамам бірде үйде болса, бірде қонбайтын. Бауырларымен сыйыспайтын. Күнде ұрыс, күнде төбелес. 2 бөлменің ішінде 12-15 адам тұратынбыз. Мамамның інілері мамамды тепкілеп ұрып тастайтын. Қатты жаным ауыратын. Сол кезде сөйтіп жүріп, мамамның інісі қаланың шетінен жер алып времянка соқты. Жол түспеген. Жаңбыр жауса лай болып кететін батпақ. Оны қоя берші, светі жоқ жер. Біз сол інісінің қолына кеттік. Сабағымызға автобуспен барып келеміз. Сабақтан қайтып бара жатып, нағашы атамның үйіне соғып кететімін. Сол кезде мамамның ең кіші інісі, зайбал, сука, қарындарың ашса сол жаққа жүгіресіңдер, тоқ болса осы жақта жүресіңдер деп боқтап аузына келгенін айтатын. Солай жүргенде мамам бизнес бастаймын деп талай былыққа батты. Негізі кішігірім дүкен ашты, бірақ еркектермен жүруін тоқтатпады. Еркек көрсе бізді ұмытып кететін. Бізге керек махаббат, қамқорлықты бермеді. Інісінің есік алдына темірден жасалған магазинін қойды. Жұмыс жасап отыр, сатуға нағашы апамды қойып қойған. Бірде тоқпыз, бірде ашпыз. Тамақ іштің ба, киімің көк па деп жатқан ешкім жоқ. Нағашы апам ұрыдай қарап бізге тиын санап беріп, тек жолға беретін. Сол магазинде анам түнде бізді ұйықтап жатыр деп неше түрлі жігіттерін алып келетін. Жігіттерін алып келіп, онымен жыныстық қатынасқа түсетін. Аядай қуықтай бөлме, барлығы естілетін, көрінетін. Ол кезде мен 5-ші сынып оқитынмын. Солай менің жыныстық қатынасқа деген қызығушылығым артты. Маған күшті көрінетін. Және оны қалыпты деп санап жүрдім. Сонымен бір күні сол үйде ойнап жүрсем, атамның ағасы келіп зорламақ болды. Удай мас. Үйді айнала қуып ұстап алып, үстіме жатып алып, өзі үлкен, ауыр денелі, айқайлап әрең қашып құтылдым. Сол кездері мамам тағы да бір екінші еркекпен танысты.
Ол еркек бізге үй алып берді. 2 бөлмелі. Оған да шүкір деп көштік. Бірақ ол еркектің өз семьясы бар екен. Әйелі, бала шағасы, немерелері де бар екен. Нағашы атам мен жасты кісіні анам уысына түсірді. Түнде ұйықтап жатсақ, келесі бөлмеде дауыстап қосылатын. Мен мына жақта мені де қосып алсыншы деп көргім кеп, сол кезде қызығушылығым тағы оянды. Солай жүргенде мамамның құрбысы келіп, крупный қораға тықты. Ақыры аяғы анам түрмеден бірақ шықты. Алаяқтықпен айналысуға сыбайлас қалыпты. Барлық ақшаны құрбысы алған. Оның ішінде үйде, машина, автобуста кетті. Дымсыз қалдық. Тағы да нағашыларымыздың қолына оралдық. 7-ші сыныбымда қызығымнан айырылдым. Құшақтаған еркекке кет демеппін. Баста қызығушылық болды. Еркек құмар болып сабақ жайында қалды. Кейіннен 8-ші класымнан бастап жұмыс жасадым. Кафелерде. Бірақ уже ескіргенде әке махаббатын аңсадым. Жалғызсырадым. Атамның нағашы ағаларының үйінде бардым. Жеңгелеріміз бізді ұнатпайтын. Барлығы кемсітіп, үйден қуып, тіпті нандарына дейін санап беретін. Конфет дегендерді біз тығылып жедік. Олар кафеге барған кезде тәтті тамақтарын жеп келіп, бізді ешкім орнына санамады. Нағашы әпкелерім күшті жұмыс жасайтын. Ақшалар көп, айлықтарды көп етін. Алайда бізге ешқандай мейірім төкпеді. Жеңгелеріміздің балаларына үйіп төгіп тәттілерді алып келіп береді. Тығып қойыңыз деп біздің көзімізше бізді кемсітетін. Конфеттерді, тәттілерді бізге емес, жеңгемнің балаларына жейтін. Біз соларға қарап қызығып өстік. Бірде ақшадан қатты қиналған соң мектеп жақындады. Күз болды. Өзімнің әкемнің туысқандарына звондадым. Бізге келіңіздерші, ақ рубашка, қара туфли, бізге мектеп жабдықтарын алып келіп беріңіздерші деп өтіндім. Сол кезде әкемнің туысқандары келіпті. Нағашы атам үйіне кіргізді, алайда бізді сөйлестірмеді, мүлдем көрістірмеді. Біраз отырды, әңгімелерін айтты. Ақша тастап кеткен секілді, бірақ нағашы атам оны өзінің қалтасына басты да, бізге тағы да еш нәрсе алып бермеді. Керісінше мені көре салысымен, сен неге шақырасың оларды? Жалмауыз, түк көрмеген, жетім деп шашымнан ұрғылап сүйреді. Сол кезде нағашы ағам мен жеңгем оны қарап тұрып мені мысқылдап күлді. Сауап, сол керек өзіңе, нең бар еді хабарласып? Деген секілді неше түрлі сөздер айтты. Тағы да таяқ жедім. Дым көрмедім. Мен әкемнің махаббатын іздедім, сағындым. Махаббатын іздегенім соншалықты, кім көрінген маған сөз салса мен жабысатынмын. Барлығына дейтімін, жігіт құрылын бәрін жаныма жолаттым. Былайша айтқанда легко доступная болдым. Бір күні анамның өкіл інісі пайда болды. Өкіл інісі анама хабарласатын. Әпше, қызыңызды жіберсеңізші, қарындастармен бірге кафеге барып, ойнап қыдырып қайтамыз, дейтін. Сонда анам мені жібере салатын. Қанша барғым келмесе де анам барсаңшы, бара ғой деп мені итермелейтін. Анамның өкіл інісі Сымақ мені зомбылығын жасайтын, ойына келген жасайтын. Пайдаланды. Ойына келгенін жасап алады да мені үй жақын тастап кететін. Айтсаң өлтіріп кетемін деп бір рет қорқытып алатын. Айдалаға апарып ешкім жоқ жерде, осы жерде өлтіріп кетсем де сені ешкім іздемейді деп тастап кеткен. Кезек мені ортаға тастағанда кездері болды. Өзімнен 10-12 жас үлкен. Солай жүргенде мен бірінші курс оқып жүрдім. Бір кездері кәдімгідей сарыағашпен шоколад ішкім келетін. Сарыағашты ішемін, шоколадты қатты жеймін. Кәдімгідей лоқсимын. Барып тест қарадым. 2 қабат екенмін. 2 сызық шықты. Шошыдым. Сол кезде бойыма барлық батылдығымды жинадым да, жаңағы анамның өкіл інісі Еркін деген есімге азаматқа звондадым. Жасым 15-те, мен 2 қабатпын. Егерде баланы алдырмасаңдар, машинаның астына түсіп өлемін дедім. Бірақ хат жаздым. Оны да айттым. Через нотариус заверить етем. Оригиналын нотариусқа тастаймын деп қорқыттым. Олар сразу кірісті. 16-17 апталық қылып босандырды. Өлі қылып босандырды. Ойымда түгі жоқ. Ақ матаға орап берді. Өздері жерледі.
Ол олмай мені бір табысының магазиніне тастап кетті. Қасыңда болсын деп ол менің жағдайымды пайдаланды. Жұмыс істейсіз, не қыласың? Барып ақыры ешкім іздемесе деп келісіп кеттім. Қанша айлап жалдап жұмыс жасадым, бірақ айлық алмадым. Алдаса көне салам. Жаным қызым десе құшағына құлай кетем. Әпше деп не жейсің, не ішесің десе айлықта сұрамаппын. Солай жүріп тағы бір еркекпен таныстым. Ол үйленген, әйел бала шағасы бар. Менен 5-6 жас үлкен. Магазиннің хозяйкасы бір еркекпен таныстырды. Ақшасы көп. Лавашқа сындырсайшы деп күлетін. Шашлыкке сындырсайшы дейтін. Ойда түк жоқ, шекеме тимеген ешнәрсе. Тек ана адамдардан құтылдым деп өзімше мәзбін. Сөйтсем жаңағы хозяйка таныстырған еркекпен мен танысқан жігіт ағалы інілі екен. Екеумен кезек-кезек төсектес болып жүріппін. Шашлыкпен лаваш сындырам деп оңай беріліппін. Сенесіз бе? Жазып отырмын, бірақ еш жылай алмаймын. Жүрегім тас болып қалған. Солай арада уақыт көп өтпей, тағы да аяғым ауыр екенін білдім. Көтердім, бәле жаптық, үйттік, бала түсіретін дәрі алдырдым. Оны ішіп магазинде жүріп түсік тастадым. Аллахым өзі кешірсін. Жын ұрып, мен кім көрінгеннің ойынға болдым. Кейін өзімнен қатты жеркендім. Не істеп жүрмін деп ойлансам, өзіме қатты зам келеді. Бірінші баланы босандырғанда қатты аяз, қыс еді. Денсаулық кетті, бәріне өкпелі ренжулімін. Ашуымды кімнен аларымды білмеймін. Жаман адамға айналдым. Көргенсіз болдым. Әдемі едім, бір көрген жігіт ғашық болатындай. Бірақ қор болдым. Әттең, әкем тірі болса бұлай қорланбай, оқып жұрт қатарлы жүр едім. Қатты өкіндім. Сөйтіп жүргенде бір жігітпен таныстым. Мен сұлу едім. Сұлулығыма ғашық болды. Алайда менің жеңіл жүрісте екенімді байқады. Бетіміз ашылып кеткен, жиі кездесіп қосылып жүрдік. Тура жаңа жылда мен тест көріп, тағы да жүкті екенімді білдім. Тестті подарка етіп бердім. Құтты болсын деп оған жазып кеттім. Ода үн жоқ, тастап та кетпеді, алмады. Мен де жүре бердім. Алдыр дейді, алдырғым келмеді. Кім не десе о десін деп туам дедім. 18 жастамын. Алдырғым келмеді, себебі әкесі жүрген біреу емес, мен үшін ерекше жан болды. Мен де жақсы көріп қалыппын. Кейін мамам біліп үйленіңдер деді. Теңін тапса тегін бер деген, тегін берем, бала әкесі қалмасын деді. Келін болып түстім. Өте қиын болды. Себебі 4-5 ай жүктілігімде келдім. Ішім шығып қалған. Ағайын туысының айтпағаны жоқ. Мен осыге келгеннен кейін жігітім өзгерді. Басқа қыздармен жүріп зорға ақша жұмсап, маған ешқандай көңіл бөлмей мені ұмытты. Қатты жыладым. Тряпка құрлы болмадым деп күйеуім керегімді деп ақша бермейтін. Айыбым бар деп сұрамайтынмын. Міне, солай 12 жыл өтті. Біргеміз. Әр ұрыста бетіме басады. Қайда барам? Әкеме дейін десем әкемде жоқ. Үйде жоқ, қайын атам талай жерден алып жерге салды. Өткен өмірімді білмесе де әкесі жоқ тексіз деп соның өзі жетеді. Шешең деп мейлі деп жүрсем, күйеуім ажырасқан қыздың артынан қалмай 2-3 жыл сөйлесіп, кездесіп, соған айыр бастады. Қатты стресске түстім. Уже барлық өмірім менің жететін жеріме жеткізді. Қазірде 5 бала шағамыз бар. Арада бірге тұрамыз. Деген аты болмаса, мен ол үшін ешкім емеспін. Баста керегімді әпермеген. Әлі де әпермейді. Әкесінен асып кете алмайды. Тіпті бала шағамды да өзім киіндіріп, өзім қыдыртамын. Жеткізе алмай кетемін. Баланың пособиясына байып кетеді деп ойлайды ма? Ене сымақта ененің көрмегенін көрсетті. Ол да бір бөлек үлкен әңгіме. Екінші қызымды көтергенде неге көтересің, бекер көтердің деп пышақтап, үйден қуып, мені сорлы қазы-оларды ойласам, әлі тек жүрегім ауырады. Өмір маған барлық қиындықты көрсетті. Қатты қиналып кетем. Әлі де ішімде өкпе реніш толы. Бір нәрсе жазсам, бір нәрсе жазбағандай. Көп нәрсені қалдырдым. Бұндай өмірді ешкімді тілемеймін. Соншақты қатайып қалыппын, тас болып қалыппын, жылай да алмаймын. Ләззат ханым,
Осының бәрі менің басымнан өткеніне сене алмаймын. Қазір 5 балам бар. Жер домалақ, бала-шағам біліп қоймаса болды. Шытырман кино сияқты тура талай далада қонып, талай қорқынышты түндер, әркімнің кемсіткені, солардың бәрі қазір менің жүрегімді тас қылып тастағандай. Жолдасыммен көп ұрысып қаламын. Өзімді әлі де керексіз сезінемін. Жаныма бір нәрсе жетпейтіндей, соның өзі соңғы аптада өзімді қатты жайсыз сезініп жүрмін. Күйеуімді қатты сағынып, қайтып көре алмай қалатындай дауыл алдындағы тыныштықта жүрегім тыныштықты сезеді. Әліммен қоштасып жүргендей сезімдемін. Білмеймін не екенін. Еш шығара алмаған нәрсені шығаруға оқталып жеңілдегім келді. Сізге рахмет.